Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен меренговый рулет жасаймыз. Ол үшін біз 5 штук жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп аламыз. Оған 2 ас қасық лимон шырыны мен кішкене тұз қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Қоспамыз ағарып бастағанда 220 грамм қант қосып, тұрақты қалыпқа дейін миксерлейміз. Дайын қоспамызды пергамент қағазына біркелкетіп жайып, 200 градуста қызып тұрған пешімізге 20 минутқа беті қызарғанша пісіреміз. Ал енді массамыз дайын болғанша 150 грамм творожный сыр мен 50 грамм сахарная пудра және 33% 200 грамм сливке қосып, крем болғанша араластыру қажет. Дайын болған массаны суытып, кейіннен пергамент қағазынан бөліп алып, бетіне біркелкетіп кремімізді жағып шығамыз. Дайын рулеттің бетіне қалауларыңызша жеміс-жидектер қоссаңыздар болады, ал біздің жағдайда тек малина қостық. Осыдан кейін рулет қылып орап, сыртын қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, алдағы уақытта дәмді тағамдарды менімен жасап үйреніңіздер. Сіздермен болған Аружан, астарыңыз дәмді болсын.